أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, бүгінгі қасиетті жұма күні мешітке басып келген қадамдарымызды Аллах Тағала күнәларымызды кешіріп, өзінің рахымына мейіріне бөлесін, өзінің алдындағы дәрежелерімізді көтерсін. Амин. Бүгінгі енді тақырыбымыз бұл зекет турасында. Зекет бұл біздің шариғатымызда ең үлкен құлшылықтардың бірі. Өйткені зекет Аллах Тағала біздерге парыз еткен құлшылық. Зекет ислам негізінің 5 негізі бар ғой. Сол 5 негізінің бірі болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Буниал исламу аля хамсин". Ислам діні 5 негіздің үстінде құрылды дейді. Ол біріншісі шахадати ан ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, Алладан басқа құдай жоқ деген шахадат дейді біріншісі. Екіншісі ва анна Мухаммадан расулуллах. Екіншісі расында оның Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям оның елшісі. Үшіншісі иқамис сала, одан кейін намаз оқу. Ва ита из-закати, және зекет беру. Ва сауми шахри рамадан, және рамазан айында ораза ұстау. Ва хаджил байти, және қажылық жасау дейді. Өмірінде бір рет адам үлкен қажылық жасауы, ол біздің шариғатымыздың парызы екен. Яғни осындай 5 негізге құрылды деп айтады. Зекет дегеніміз енді оның тілдік мағынасы, зекет деген сөздің бұл тазару, өсу, арту, сонымен қатар береке деген мағынаны білдіреді. Қазір бір уағыздың барысында айтамыз, неге бұндай аттарға бұндай мағына беретін. Ал енді шариғатымыздағы мағынасы, зекет дегеніміз нисап көлеміне жеткен мұсылман, бай мұсылманның өзінің мал мүлкінен жылына бір рет не беруі, садақа беруі. Осыны зекет деп айтады. Құранда Аллах Тағала Бақара сүресінің 110 аятында айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва ақимус салата ва атуз заката ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуху индаллахи инналлаха бима таъмалуна басир". Намаз оқыңдар, намазды тұрғызыңдар, және зекет беріңдер дейді. Бұл Алланың бұйрығы. Және де өздерің үшін берген, болашаққа берген нәрселеріңді Алланың алдында табасыңдар дейді. Расында Аллах Тағала сендердің істеген нәрселеріңді көреді дейді. Осы жерде аятта айтады, мысалы, жаңа айтып жатыр, өздерің үшін болашаққа жіберген нәрселеріңді Алланың алдынан табасыңдар дейді. Яғни бұл жерде нені айтып жатыр? Біздің жіберген, Аллаға жіберген сауабымыз, Аллаға жіберген амалымыз. Соның ішінде, яғни осы зекет те кіреді. Бізде көп адамда мынандай түсінік бар. Беріп жатсам, менен кетіп жатыр деп ойлайды ғой негізі. Мен жоғалтып жатырмын, мен айырылып жатырмын деп мысалы. Ал негізінде біздің шариғатымызда Аллах Тағала Алланың мейірімі қалай жасап қойған? Біз
берсек өзіміз үшін береді екенбіз. Құранда Аллах тағала өткен айтып жатыр да, ли анфусикум, өздерің үшін болашаққа бересіңдер, соны Алланың алдынан келіп соны аласыңдар дейді. Яғни кім қанша берді, кім не істеді, соның несін алады, сауабын, соның қарымтасын алады. Зекет бұл адамдардың жанын тазартатын, сондай мінез құлықтарды жақсартатын бір үлкен бір құлшылық болып табылады. Бұл зекет қоғамдағы адамдардың ауруларын емдейтін, арасындағы қарым-қатынастарды түзейтін құлшылық болып табылады. Сондай керемет нәрсе. Оған ол үшін біз не істеуіміз керек? Біріншісі, зекеттің бірінші пайдасы бұл адамның нәпсісін тазартуы. Құранда Тәубе сүресінің 103 аятында Аллах тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Хуз мин амвалихим садақатан tudahhiruhum ва тузаккихим биха. Олардан, пайғамбарымызға айтып жатыр Аллах тағала, олардан садақаларын ал дейді. Мал мүліктерінен садақаларын ал. Ол қандай садақа деген кезде, садақаны Аллах тағала сипаттап жатыр. Сол олардың несін не істейтін, оларды тазалайтын дейді. Садақаны сипаттап жатыр да Аллах тағала. Қандай садақа? Садақа оларды тазалайтын және олардың күнәларынан тазалайтын, күнәларынан арылтатын садақаны ал дейді. Яғни садақа деп жатыр, бұл жерде зекеттің мағынасы. Зекетті ал деп жатыр. Яғни мұсылмандарға Аллах тағала зекетті бер деп жатыр. Зекет сені тазалайды, сені күнәңнен арылтады деп жатыр. Бағана біз айттық, зекеттің мағынасы не? Тазару деген мағынаны айттық. Тазару деген мағынасы бар. Яғни зекет берген адам не істейді екен? Өзінің нәпсісін, жан дүниесін, жүрегін тазалайды екен. Енді жаңа айттық, зекет дегеніміз бұл құлшылық болғаннан кейін бұл несі болады? Адамға шипасы бар. Түсінген адамға шипасы бар екен. Ол қандай шипа? Біздерде ауру екіге бөлінеді ғой өзі. Денедегі ауру бар, сосын не? Жүректегі ауру бар. Бізде қазір көбімізде өкінішке орай 90%-мызда не? Жүрек ауруы бар. Жүректің аурулары бар. Ішіндегі ең жаман аурулары не? Тәкаппарлық, сараңдық, көрілмаушылық деген сияқты. Мысалы, риякерлік, тағы басқа сондай кете береді. Сол ең үлкен аурулардың бірі сараңдықты емдейді зекет. Өйткені адамның өзінің дүние мүлкісінен жинаған, жұмыс жасаған, мысалы, қанша тер төккен, содан бөліп беруі не? Оңай емес екен, қиын екен. Бірақ сол Аллах тағала бұйырды деп өзінің дүние мүлкісінен бөліп жыл сайын беріп отырса, зекет, немесе зекетке жетпесе де біздер әрдайым сол садақаны өзіміздің жинаған мүлкімізден садақа беріп отырсақ, бұл бізді неден тазалайды екен? Сараңдық деген аурудан тазалайды екен жүрегімізді. Шәкәрім атамыздың, Алла рахымын алсын, мынандай бір керемет сөзі бар. Аллах тағала дейді, пақырлар үшін 100 қойдан бір қой зекет бізге соншалықты ауыр көрінгені қалай деп сұрақ қойған ғой жамағаттарға. 100 қойдан бір қой сен зекет бере алмауың ол қалай деп. Сол кездегі адамдарға. Тегінде байқасаңыз дейді, бізге көрінбей тұрса да бізді теріс жолға қызықтырып, оң жолдан жиркендіріп тұрған бір нәрсе бар емес пе дейді. Ол не деген кезде, ол сол шайтан деген жауыңыз дейді. Яғни не қылсаңыз соған алдатпа дейді. Шайтанға алданып қалма дейді. Шайтанды, лағинді
Аллах тағала Құранда қалай сипаттайды? Ол сендерді немен қорқытады дейді? Кедей болып қаласың дегенмен қорқытады. Бізде кедей болып қаласың дегенмен. Шайтан өзі адамды осы Алла тағаланың құлшылығын орындатпау үшін біздерге бәрін жасайды ғой. Тоқтамай жұмыс жасайды ол. 24 сағат. Күндіз түні. Біз намаз оқиын деп жатсақ, намаз оқытпайды. Енді намаз бастағысы келген адамға не? Намаз бастатқызбайды. Өйткені не істейді? Сен деген осындай күнәң бар, андайсың, мындайсың, ертең оны оқығаннан кейін білесің бе сен? В общем, періште ұқсап жүруің керек. Бір жерден қателессең біттің дейді болды. Одан да ойланып көретін шығарсың, мүмкін дейді ғой, мысалы. Оқымай-ақ қоятын шығарсың, өз-өзіңді алдап, бүлдіріп не істейсің деген сияқты. Шайтанның алдауы өте қу ол. Лағнет шайтан. Сол сияқты енді бір қазір енді ораза ұстап жатырмыз ғой, мысалы. Ораза ұстап жатырмыз. Оразан да сондай. Ораза ұстаймын деп енді бір адам кірісіп жатқан кезде біреуден не тауып береді шайтан? Ауру тауып береді. Сенің деген асқазаның ауырады ғой. Сенің деген ухыл алатының бар ғой сенің. Сен деген болмайды мынау деген сияқты. Шайтан солай артқа біздерді Алла тағалаға құлшылық жасамамыз үшін бәрін жасайды. Алла сақтасын. Енді кім осы шайтанның өзіне жақындатып, бүйтіп шайтанды соның айтқанын істеп дос қылып алатын болса, ол не? Аллах тағала, Алла сақтасын, ол енді шайтанның досы деген сөз. Сол шайтанның айтқанын тыңдап шыға алмай жүрген. Сол үшін Алла тағаланың құлшылығына келген кезде біздеріне өте қатты болуымыз керек екен. Өте андай не дейді ғой, адам алға ойлаған мақсатынан қайтпайтын дейді ғой. Алға қойған мақсатынан қайтпайтын болуымыз керек. Шайтан бізді қайтарғысы келеді, лағин, бірақ біз не? Қайтпаймыз. Бір құлшылықты дұрыс емес істеп қойсақ та, бір құлшылықты қаза қылып жіберсек те, ол бізді қайтарғысы келеді. Бірақ біз не істеуіміз керек? Біз қайтпаймыз. Алладан бізді үмітін үздіргісі келеді. Сен күнәң көп, сен кешірмейді Алла. Сен тозаққа түсетін адам шығарсың дейді мысалы. Бірақ біз не істейміз? Қайтпауымыз керек. Алланың мейірімінен үмітті үзбей, қолымыздан келген амал жасаймыз. Шына шайтанға өзімізден шайтанды алыстатуымыз керек. Аллаға жақындауымыз керек. Сол сияқты енді мына зекет те сондай. Зекет берейін деп жатқан адамға не дейді шайтан? Ертең сенге берсең, өзіңнің қанша отбасың бар, 5 бала шағаң бар мысалы. 2 әйелің бар деген сияқты мысалы. Адамды алдайды. Өзіңнің денсаулығың мынандай, андай, мындай неше түрлі нәрсені айтады мысалы. Сосын ол адамға не? Зекет бергізбеу керек қалай болғанда. Ертең сен кедей болып қаласың, мал мүлкің азайып қалады, өзіңе жеткізе алмай қаласың деген сияқты. Сол үшін бір ұстазымыздың айтқан бір керемет сөзі бар еді. Мынау өзің дұрыс деп жасайтын нәрсеңді еш нәрсеге қарамай жаса дейді. Дұрыс қой, мысалы намаз оқимыз ба біз? Оқимыз. Оны біз ойланып жатпаймыз. Оқиын ба, оқымайын ба деп. Мысалы, ораза ұстайтын уақыт келді ма? Болды, ораза ұстаймыз. Жаңағыдай не ойланып қала беретін болсақ, әрине енді бастап жатқан адамдар айтып жатыр. Ойланып қала беретін болсақ, не істейді? Жаңағыдай шайтан келіп уәсуәсе салады. Сосын соның ол айналып келе береді, сондай болып қалады. Сол үшін зекет беретін де солай. Зекет беремін деп шешкеннен кейін ол жерде бір қиындықтар пайда болуы мүмкін. Мысалы, зекет берейін деп жатқан кезде шайтан неше түрлі қиындықтар алып келуі мүмкін, көрсетуі мүмкін алдына, бірақ берем дегеннен кейін беру керек болады. Яғни жаңағы біздің өзімізде ішкі даусымыз деп айтады ғой адамдар, ішкі даусым деп. Сол ішкі дауысты тыңдамау керек. Құлшылыққа келген кезде ішкі дауысты тыңдамау керек. Мысалы, осы жерде бір айта кететін нәрсе шығар мүмкін. Көп адамдарда болатын. Дәрет алғаннан кейін мен дәретімнен күмәнданып қала беремін дейді мысалы. Сол сияқты дәрет алды ма, ол күмәнданбау керек болды. Қашан нақты дәреті бұзылмайынша, нақты кәдімгі 100%. Оған дейін оның не істемеу керек? Жаңағыдай неше түрлі ішкі ойына, ішкі келетін сөздеріне
мүмкін мынандай болып қалған шығар, мындай болып қалған шығар деген нәрсеге мән бермеу керек дейді жалпы. Құранда Аллах Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ман юқа шухха нафсихи фа улаика хумул муфлихун." Кім өзінің сараңдығынан құтылса дейді, ол адам қандай болды дейді? Ол адам құтылды дейді, ол адамдар. Құтылатын адамдар дейді. Жаңа біз айттық қой, сараңдықты емдейтін бірден бір нәрсе бұл зекет беру, садақа беру. Бұл жалпы зекет беру, садақа берудің тек қана ол сол беруші адамды емдемейді екен, алушы адамды да емдейді екен. Кедей бар ғой, мұқтаж, сол зекет садақаны алып атқан, сол адамды да емдейді екен ғой негізінде. Ол қалай десек, ол мысалы бір мұқтаж кедей адам байға қарап, жаңағы мысалы айналасында байға қарап, оның байлығын қызғанады. Сосын бара-бара оны көре алмайды, бара-бара оны жек көре бастайды, арай кете береді, көтеріліп. Ал енді сол жек көріп жүрген, сол жаңа қызғанып жүрген, көре алмай жүрген байы келіп, қолына келіп, мысалы, мынау менің садақам еді деп берсе де, мысалы, немесе менің зекетім еді деп берсе, о не істейді? Ой өзгере ме? Өзгереді ой. Яғни жаңағы көре алмаушылықпен ауырып жүрген, жек көрушілікпен ауырып жүрген, қызғаншақтықпен ауырып жүрген адам не істейді? Сөйтіп емделеді екен. Өйткені енді өзіне ақша берген адамды кім жақсы көрмейді? Бәрі жақсы көреді ғой. Қолына әкеліп, жылы жүзбен менің құлшылығым деп, Алла разылығы үшін деп, қолына садақасын, зекетін беріп кетсе, мысалы, мен айтпай ақ қойын, мысалы бір 20-30 мың, 50 мың берсе қалай болады? 100 мың берсе қалай болады? Ал 200 мың берсе қалай болады? Адам көлеміне қарай өзгеріп кетеді сол жер. Сол жерде жек көріп тұрған сол бір сәтте ұмытып кетеді. 200 мың қолына берсін, бір сәтте ұмытып кетеді. Ойбай, айналайын, жүрегіммен мен сені жек көріп жүр едім, шығарып тастадым, болды. Қазір жақсы көремін сені дейді, болды. Сондаймыз ғой біздер негізі. Тез өзгеретін. Сол үшін мұқтажды да осылай емдейді екен. Бұл не? Сол сияқты жаңа айтып отқанымыз, бұл дегеніміз не? Сонда бай мен кедейдің арасындағы қарым-қатынасты түзеп жатыр ма? Түзеп жатыр. Ол бұрын ойлайтын еді, ой, мынау бай, мынау бір айналасында бір көмегі жоқ не адам деп, мысалы. Өзімен өзі ішіп жеп жүреді. Ал сол адам бір күні келіп осыған көмектесіп жатса, жаңағыдай бір мұқтаждығын байқап қалды да, енді мысалы зекет болмаса да садақасын алып келіп, бауырым, сен бір мұқтаж болып жүр екенсің, айта алмай жүрген шығарсың, мысалы. Мынау мен саған садақам деп берсе, ой өзгереді ол өзі. Арада жақсы қарым-қатынас пайда бола бастайды. Бір-біріне деген махаббат пайда болады. Сонда қоғамның арасындағы, бай мен кедейдің арасында не болады? Жақсы қарым-қатынас болады екен. Зекеттің пайдасы, садақаның пайдасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде бір мынандай бір оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға зекет туралы айтып отқан кезде былай деп айтады: зекет бұл қолдағы мал мен байлықтың қорғаушысы дейді. Яғни мал мен сол байлығыңның қорғаушысы дейді. Қорғап тұратын. Сол кезде сол айналада жүрген бір саудагер, мұсылман емес саудагер кісі сол сөзді естіп қалады ғой жаңа. Зекет мал мен байлықтың қорғаушысы деген сөзді естіп қалады. Сөйтеді де зекет береді ғой ол жаңа. Зекет беріп жібереді де жаңа қасында бірге несі серіктесі бар екеу. Сөйтеді де қасындағы серіктесі енді жаңағы саудагерлер ғой, Мысырға кетеді дейді жаңа. Ол кезде керуен ғой, барып керуенмен барады, тауарын алып келеді. Жолда ол кезде неше түрлі қарақшылар бар, оларды жаңағы несін саудаларын олардан қорғау керек. Жаңағы сөзді естіді ғой, мал мен байлықтың қорғаушысы деген зекет. Зекетін береді де жаңағыдай шаруасына кірісіп кетеді. Жаңағы саудагер ойлап жүр дейді. Анау жаңа қасындағы серіктесі кетті, сауда алып, не алып келуге, тауар алып келуге Мысырға. Қазір тауарымыз дұрыс болып келмей қалса, мен қолыма қылышымды аламын да Мұхаммедке барам дейді ғой қазір. Сен айттың, сен сөзіңе енді жауап бер, енді қаяқтамын дейді. Сен біздің малымызды, байлығымызды қорғайды дедің зекет. Казахстан тауарымыздың бәріне айырылып қалсақ жолда деп. Сөйтіп ойлап тұрады да өзі енді.
сөйтеді де жаңағы серіктесінен хат келеді, әлі ол жолда келе жатыр, анау хат жіберіп жібереді алдын ала. Хат жібереді де хаттың алғашқы жағында біздерге жаңағы жолда қарақшылар шабуыл жасады дегенді оқып қалады ғой. Оқып қалады да бірден ойына жаман ой келеді де, осы адамдарды алдап жүр осы бар ғой деп, Мұхаммед деген деп қолына қылышын енді ала беріп жатқанда хатты аяғына дейін оқып тастайды ғой. Оқып тастаса анау бүйтіп жазыпты: бізге осылай шабуыл жасады жолда қарақшылар, бірақ біз керуеннің аяқ жағында келе жатқан, біз соңғы жағында, ол бас жағына шабуыл жасады, біз аяқ жағына, біз аманбыз, тауарымыздың бәрі аман есен келе жатырмын деген ғой. Анау енді бас жағын оқып қалды да, шыдамсыз ғой, тек сразу бірден қылышқа жүгіріп жатыр да, ұстап. Бірақ соңын оқығаннан кейін не істейді? Бірден орнына келеді де ішінде ойлап жүреді, жаңа егер Мұхаммедтің айтқаны рас болса, мен ислам дінін қабылдаймын деп, бірақ өтірік болса, мен қылышымды алып барамын дейді, разборкаға барамын деп тұр ғой. Бірақ та не істейді? Осы жерде исламды қабылдауға шешім қабылдайды. Енді жаңағыдай аман есен келді, тауар келді, көзін жеткізді, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтқаны рас болған екен ғой деп барады да алдына отырып: Алланың елшісі, мен ислам дінін қабылдайын деп едім, маған дінді үйретіңіз дейді ғой. Осылай саудагер не істеген екен? Ислам дінін қабылдаған екен. Зекеттің жаңа бір пайдасын айтып жатырмыз. Зекеттің тағы бір пайдасы адамдардың арасында жаңа айтып жатқандай махаббат орнатады. Махаббат орнатады. Осы арада, мысалы, біздің ата-бабаларымызда өте керемет сөздер айтқан зекет турасында. Мысалы, бағана біз кімнің? Шәкәрім атамыздың сөзін айттық. Енді Ыбырай Алтынсарин атамыздың, Алла рахмын алсын, мынандай сөзі бар: біреудің еңбегі дүниеде пайда болып табылып бай болады дейді. Енді бір адамдар бай болады, мысалы. Біреудегі пайда бола алмай жарлы болады, бір адамдар кедей болады. Соның ішінде пақыр міскіндерге байлардан Аллах тағала зекет, қайыр, садақалар бұйырды дейді. Яғни байға Аллах тағала не үшін оны бай қылды? Сол кедейлерге беру үшін дейді. Бірақ осындай рахымды болуды Аллах тағала сүйемін, һәм ақыретте бұл қайырлыларының орнына жұмақ бұйырып мәңгі рахатта қалдырамын деп уәде етті. Яғни жаңағы байлық берген кісілер Алла разылығы үшін деп зекет беретін болса, кедейлерге садақа беретін болса, мен оны жәннатқа кіргіземін деп Құранда Аллах тағала уәде етті дейді. Егер дүниедегі малды Құдай бергеніне түсінбей, жалғыз өз малым деп, яғни мен өзім таптым, өзім жеттім, менікі, яғни Алланыкі емес, менікі дейтін болса, бар зекет қайырдан тоқталған адамдар сөйтіп зекет беруден тоқтап қалатын болса, яғни өзі қолынан келіп тұрғанында бөтенге қайыр етуді білмеген адам өзгеден һәм қайыр үміт етпесе керек дейді. Яғни ондай адамдар өзі қолында бола тұра көмектеспеген, зекет бермеген, садақа беріп, мұқтаждарға көмек бермеген адам ертең өзі бір күні кедей болған кезде оған ешкім көмектеспейді ғой дейді. Біреуден көмек қалай сұрайды дейді. Яғни бұл зекет дегеніміз бір сауда ғой. Зекет, садақа дегеніміз не? Бұл сауда. Сауда бұл не? Адам мен адамның арасындағы емес, Алла мен адамның арасындағы. Біз Алла үшін деп зекет берсек те, садақа берсек те, немесе бір қандай да бір амал істесек те, Аллах тағаланың алдына барған кезде сол нәрсесінен сұрай алады. Егер Алла үшін берген болса, Алла үшін істеген болса сұрай алады. Ұялмайды ол өзі. Сол сияқты адамдар осы дүниеде адамдардан да сұрай алады. Мысалы, қанша адамға көмек берсе, бір күні өзінің басына көмек келген кезде ол басқа адамнан да сұрай алады. Маған көмек керек деп. Сол үшін де зекеттің, садақаның маңызы біздің қоғамда үлкен екен.
Жаңа айттық, зекет бұл садақа береке әкеледі. Яғни Аллах Тағала сол арқылы ол адамға, зекет берген адамға береке береді. Оның дүниесінен еш нәрсе кеміп қалмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады: "Мә нақасат садақатун мин малин". Садақа не істемейді? Мал дүниені кемітпейді дейді, байлықты кемітпейді дейді. "Ва ма задаллаху абдан би'афуин илля иззан". Аллах Тағала бір адамды кешірім еткен болса, оның несін? Абыройын көтереді дейді. وَمَا تَوَادَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Кімде-кім Алла үшін кішіпейіл болатын болса, Аллах Тағала оның дәрежесін көтереді дейді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, зекет, садақа дегеніміз бұл не істейді екен? Мал дүниені кемітпейді екен. Бізде көп адамда сондай түсінік бар, жаңа айтқанымыздай, мен берсем, мен шығынға ұшырайын, менен азайып қалады деп ойлайды. Бірақ негізінде дұрыстап түсінген адамға зекет те, садақа да бұл не? Мынау бір нақыл сөз бар. Бай болғың келсе, зекет, садақа бер деген. Адамды керісінше байытады ол. Бірақ та бұның барлығын не істеуіміз керек? Бұл құлшылық деп бір жаңағы баю үшін емес, немесе мақтаншақтық үшін емес, адамдарға көрсету үшін емес. Бұның барлығын не үшін? Алла үшін деп зекетті, Алланың құлшылығы деп, садақаны да сол Алла үшін деп не істеуіміз керек екен? Істеу керек екен. Сол кезде не? Алла Тағаланың алдынан біз соның сауабын сұраймыз, үміт етеміз. Яғни біз қандай амал жасаймыз, Алладан солай сұраймыз. Ал бірақ Алла үшін амал жасамаған адам Алла Тағаладан сол амалдың сауабын қалай сұрайды? Сұрай алмайды. Алла үшін жасамаса егер, Алладан мына дүниеде дұға етіп сұрай алмайды: мен осындай амалдың сауабын, Аллах маған сауабын бер деп. Сол үшін, яғни қандай амал жасалады? Яғни дұға, бәріміз Алладан жақсы не істейміз? Дұға жасаймыз. Яғни күнәларымыздың кешірілуін сұраймыз, Алланың мейірімін сұраймыз, Алла Тағаладан жасаған амалдарымыздың сауабын сұраймыз. Біз енді соған қарай, сол дұғамызға қарай, дұғамызға сай амал жасауға тырысуымыз керек екен. Егер Алла Тағала бізді кешіруді қаласақ өзіміз, біз де басқа адамдарды кешіруге не істеуіміз керек? Кешіруіміз керек. Ал Алла Тағаланың біз мейірімін сұрасақ, басқа жаратылысқа жалпы мейірімді болуымыз керек. Алланың алдынан егер біз амалдарымыздың сауабын сұрасақ, көп қылып бер деп, онда ол амал тек қана не? Алла үшін жасалу керек. Аллах Тағала осы айтқан уағызымызға амал қылуымызды баршамызға нәсіп етсін. Аллах Тағала бізге екінің жақсылығын берсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка, ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин, бирахматика я архамар рахимин.